Ассалаумалейкум баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені сіздердің арнаға тіркеліп видеоны бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Өткен аптада ақш бұқаралық ақпарат құралдары Huawei компаниясы ұйғырлардың жүздерін тани алатын бағдарламалық жұмсақ бөлшекті сынақтан өткізді және ұйғыр аларм функциясы жарылады деп хабарланғаннан кейін бейсенбіде тағы бір бақта қытайлық компания Alibaba'да ұйғырлар мен басқа да этникалық азшылықтарға жүздерін тани алатын жұмсақ бөлшекті жасап шықты. New York Times газетінің хабарлауынша ақштың Пенсильвания штатында орналасқан IPVM бейне бақылауды зерттеу компаниясы қытайлық Alibaba технологиялық компаниясының бұлтты есептеу бизнес веб-сайты клиенттердің суреттері мен видеодағы ұйғырлар мен басқа азшылдық ұлттардың жүзін анықтау үшін өздерінің жұмсақ бөлшектерін қалай қолданатынын көрсеткенін анықтады. Бұл веб-сайттың хабарлауынша бұл функция Alibaba жұмсақ бөлшектің ішіне орналастырған терроризм, порнография және басқа қауіп-қатерлерге қатысты бақылауға көмектесу үшін салынған. Хабарламада Alibaba клиенттерінің бұл функцияны қалай қолданатыны туралы айтпаған, бірақ бұл функцияны теріс пайдалану қаупі жоғары екендігі айтылған. Мысалы, әлеуметтік желіде бұл мүмкіндікті пайдаланып, автомат түрде өз желісіндегі мазмұндарға белгі салып бақылап отырады. Тіпті жұмсақ бөлшек ұйғырлардың бет-әлпетін анықтаған кезде Қытай қоғам қауіпсіздік комитетке ескерту жасап отырады. Осы аптада New York Times Alibaba'ға түсініктеме беру туралы өтініш жібергеннен кейін Alibaba компания веб-сайтынан ұйғырлар мен этникалық азшылық туралы қатысты мазмұнды алып тастады. Және мәлімдемесінде бұл функцияны тек техника қабілетін тексергенде ғана іске қосылады деп түсіндірді. Одан артық ештеме айтпады. Ал этникалық азшылықтың бет-бейнесін анықтайтын функцияны не үшін сынақтан өткізу керек екендігі туралы түсініктеме беруден бас тартты. Өткен аптада Washington Post тағы бір қытайлық технология алыбы Huawei компаниясы ұйғырлардың жүздерін танитын жұмсақ бөлшекті сынақтан өткені туралы хабарлады. Хабарлама бойынша IPVM компания әшкерелеген Huawei құжаттарына сәйкес жұмсақ бөлшек ұйғырлардың жүздерін автомат түрде анықтай алады. Іле-шала ұйғыр алармс функциясы автомат түрде Қытайдың қоғамдық қауіпсіздігіне ескерту жасайды. Huawei құжаттарында Huawei мен Beijing Magway компаниясы бірігіп адамның бет пердесін тану технологиялары, адамдардың бет әлпетін сканерлеп, олардың жасын, жынысын және нәсілін бағалай алатын жасанды интеллект камера жүйесін құру бойынша 2018 жылдан бері ынтымақтастықта екендігі көрсетілген. Құжат бастапқыда Huawei веб-сайтында жарияланған, бірақ Washington Post Huawei'ден осы тақырып туралы сұрағаннан кейін алынып тасталған. Осы хабарды естігеннен кейін Францияның ұлттық футбол командасының ойыншысы Антоine Гризманн әлеуметтік желіде Huawei'мен серіктестігін бірден тоқтататындығын мәлімдеді. Достар, арнаға тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің тіркеліп пікір қалдырып бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.